Саламатсыздар ма, құрметті 3-ші сынып оқушылары? Бізде бүгін кезекті өзін-өзі тану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы балалық шақ мейрамы. Біздің сабағымыздың құндылығы ақиқат. Қасиеттеріміз тек жақсы және қажет заттарды ғана айту. Басқалардан жақсылықты іздеу. Кішіпейілділік. Мақсаты оқушыларға балалық шақ адам өмірінің ең маңызды кезеңдерінің бірі екенін түсіндіре отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Сабағымыздың 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Мұқият назарларыңызда сақтаңыздар. Үй тапсырмасын пысықтап алайық. Бізге бақыт деген немене өлеңін оқып келуге берілген. Балалар, сұрақтарға мұқият назар аударыңдар. Өз ойларыңды, пікірлеріңді білдіре отырыңдар. Бақыт дегенді қалай түсіндіңдер? Адам не үшін еңбек етеді? Арманға қалай жетуге болады? Өмірдегі басты нәрсе не деп ойлайсыңдар? Сенің мақсатың қандай? Өз мақсаттарыңды білдіріңдер, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: бақытты болғың келсе, ізгі істерге бойыңды үйрет. Жаман әдеттен қаш, аулақ бол. Халық даналығы. Қане балалар, бірге қайталайық. Бақытты болғың келсе, ізгі істерге бойыңды үйрет. Жаман әдеттен қаш, халық даналығы. Сұрақтар: өз бойыңнан қандай жақсы қасиеттерді көргің келеді? Достарыңа қандай кеңес берер едің? Дәйек сөзден не түсіндіңдер? Жарайсыңдар. Келесі: мұғалім сыйы. Бақыт деген не? Балалар, мәтінге мұқият назар аударыңдар. Әдібай табылды. Бақыт деген немене? Атасынан немере, бақыт деген немене? Деп сұрады бір күн кеп. Қарт, ойланғаным ұлым деп, ақ сақалын тарады. Бақыт деген қарағым, оңай келмес адамға. Арманына қалаған, жету үшін әр адам еңбек етіп әманда, өз ісіне сенеді. Қиындықты жеңеді. Пайдалы өтсе уақытың, ол да сенің бақытың. Бақыт іске сенгенің, денсаулық пен еңбегің. Міне балалар, назар салған болсақ, пысықтау сұрақтарына мұқият тыңдаңыздар. Бақыт дегенді қалай түсінесіңдер? Адам не үшін еңбек етеді? Арманға қалай жетуге болады? Өмірдегі басты нәрсе не деп ойлайсыңдар? Сенің мақсатың қандай? Назарларыңа рахмет, жарайсыңдар. Келесі кезекте шығармашылық жұмыс. Балалар, берілген тапсырмаға мұқият назар салыңдар. Өздерің қалаған 3 тапсырмадан, 3 топтық тапсырмадан ыңғайлы өздеріңе шамаларын келетін тапсырмаларды орындап, WhatsApp желісі арқылы суретке түсіріп жіберіңдер. Балалар, бірге ән шырқайық. Бала тілегі. Сөзін жазған Молдаса ұлы. Әнін жазған Фариза Лұқпанова. Бірге шырқайық. Жарайсыңдар балалар. Келесі кезекте үй тапсырмасы. Номері 33-ші сабақтағы сөйлемдерді жалғастырып жазыңдар.
Мен жақсы көретін адам ол кім? Мен жақсы көретін қасиетім ол не? Мен жақсы көретін сезім ол қандай? Мен жақсы көретін ойыным, мен жақсы көретін ісім, менің мақсатым, менің арманым. Яғни осы тапсырманы сөйлемдерді жалғастырып аяқтаймыз. Келесі сабақтан ең құнды не ұлым өлеңін оқып келу. Назарларыңа рахмет. Сау, саламатта болыңдар.